Сәлеметсіздер, бүгін орталық телевизия торабының ұсынысымен сіздерге Жоңго бірінші тарихи мұрағатында сақталған қазақша құжаттар туралы желілес лекциямызды бастаймыз. Бүгінгі лекциямызда жалпы 1786 жылы қазақ күң жошының інісі Қадайдың қайтыс болуына байланысты Тарбағатай амандарына жіберген хаты туралы болмақшы. Бұл хат, енді бұл ең негізгі дүние, бұл хат қай жылдары жазылды деген мәселе әрине бізге алдымен білуге тиісті нәрсеміз. Бұл хат жалпы он қанат құжаттарына жатады. 52-ші көшірме нұсқа, микрофильмдегі нөмірі өздеріңізде көріп отырсыздар. 136-2027, 21-27, 26-36, 21-39 осы нөмірлерде жазылған. Ал хат Чэнлунг жылнамасының 51-ші жылы 2-ші айдың 25-ші күні жазылған. Яғни 1786 жылы 24-ші наурыз Тарбағатай амбаны жәнегі Хуйлин қатарлардың мәлімдемесінен патшаға жолданған. Осы хат. Яғни жаңа көріп өткен секілді 1786 жылы 24-ші наурыз, осы наурызда жәнегі хат қосылған жәнегі мәлімдеме Тарбағатай амбандарынан жәнегі патшаға қарай жолданады. Енді бұл хат жолданғанда бұл хатта не айтты деген мәселелер қарастыру керек. Енді осыны біз көрейік. Жалпы хаттың негізгі мазмұны. Біз алдымен айта кетейік, бұл хат жәнегі жошының жазған хаты. Осы хат, яғни жошы кім дегенге тура келуі мүмкін. Өйткені бұл жошы жәнегі Әбілпейіздің баласы, белбаласы. Осы жошының жазған хаты. Ал енді хатқа қарайтын болсақ, былай жазған. Біз енді мынау жәнегі хаттың көшірме нұсқасы араб жазуындағы. Енді оның жәнегі транскрипциясын қарайтын болсақ, былай жазылған. Енді көрейік жалпы. Ерінің үзін, күннің көзін, біліп тұрған боғда езенің есәнлікін тілейміз, көп айларға, көп елларға. Жердің жүзін, күннің көзін біліп тұрған боғда ежен ханның есендігін сау болып тұрған ұзақ. Енді мына жердегі бір сөзді айта кету керек, жалпы көп айларға, көп жылдарға дейді. Бұл негізінен ұзақ жылдар, ұзақ айлар сау болып тұруын тілейміз деген ұғымдағы сөз. Енді осында мына жерде бір асылған түрлі сөз бар, осыны көрейік. Боғда ежен. Қатта боғда езін түрінде қатқа түскен. Бұл боғда ежен деп отырғаны біздің жәнегі Чянның патшаны айтып отыр. Яғни боғда ежен хан. Бұл жалпы моңғол тілдерінде орталық Азия жәнегі халықтар жағынан осылай аталған, боғда ежен хан деп аталған. Сонда бұл жерде айтып отырған жәнегі патшаны айтып отыр. Жаңа көріп өттік. Сиыр елі боғда езенінің алтын етегін тұтқалы. Растылық шын көңілізбен тұтып тұрғамыз. Енді бұл жерде сиыр жылы деп отыр. Яғни сиыр жылы боғда ежен ханның алтын етегін тұтқалы. Шын көңілізбен тұтқалы деп отыр. Сондағы бұл жерде жаңа асылған тағы бір сөз бар. Сиыр жылы. Бұл сиыр жылы отырған тұп-тура 1757 жылға тура келеді. 1757 жылға тура келеді. Яғни бұл жәнегі қазақтар мен Чин патшалығының арасындағы жәнегі достық қарым-қатынастың басталған жылына тура келеді. Кезіндегі қазақтар осыны есінде сақтаған, әрқандай хаттарда жазу барысында осы уақытты үнемі жазып отырады. Ал енді жалғасты қарайтын болсақ, ұлық боғда езеннің алтын етегін тұтып тұрғамыз дейді. Тұтып тұрғалы, жарлымыз, ялғызымыз көбейді, ярлымыз бай болды. Ұлық жәнегі ұлы патшаның етегін тұтқалы, жалғызымыз көбейді, жарлымыз бай болды дейді. Юртымыз тыныш болып байсалап тұрыппыз. Жұртымыз тыныш, бай бақытты тұрмыз, өмір кешірдік деп отыр. Ал Тарбағатай юртыны біліп тұрған.
Чәучақтағы үлкен қыбанбанның есенлікін тілейміз көп айларға, көп үйларға. Тарбағатайдағы. Бұл әрине қазіргі біздің Тарбағатай дайтып отыр. Осы Тарбағатайдағы жәнегі үлкен қыбанбанның. Қыбанбан әрине бұл мәнжу тіліндегі жәнегі сәнзәндашын деген сөз. Қанзу тіліндегі осының жәнегі мәнжу шасы. Яғни мәнжушада қыбиянбан деп атайды. Осыны қазақтар кезінде қыбанбан деп әртүрлі атап жүр. Кейде қыбанбан дейді, кейде қыбанбан дейді. Осындай атаулар бар. Осы қыбанбанның есендігін тілейміз деп жазып отыр. Ал Чәуешектен қарасақ, Чәучақтағы. Бұл жердегі жәнегі қазіргі Чәуешек қаласы дәл осы хатта да ескерілген. Яғни жәнегі қазақтар мен жәнегі Тимбатшан арасында қарым-қатынас жақсаруына байланысты Іледен, Тарбағатайдан осындай сауда Үрімжіден сауда орталықтары болған жәрмеңкелер осындағы бірі сол Тарбағатайда қазіргі Чәуешек. Сонда осындай Чәуешекте осындай хатқа түскен. Боғдай езенің алтын ярлықыны қылып тұрған яқа юртыны біліп тұрған үлкен қыбанбанға яқшы яманымызды білдіріп тұрармыз. Жәнегі Боғдай езенің жарлығын екетпей істеп тұрған және жаға жұрттарды басқарып тұрған Боғда үлкен қыбанбанға және жақсы жаманымызды осыны білдіріп тұрамыз дейді. Білдіріп тұрамыз. Қанғожа ваң бопы тайжы ағадай қырғызға черік қылып атыланып ерлер. Енді осы дәл осы сөз аса маңызды. Яғни Қанғожа бопы ағадай қырғызға черік қылып аттанып еді деп отыр. Енді бұдан жәнегі қазақтар мен сол кездегі қырғыздардың арасындағы жәнегі бір-бірімен болған барыс келісі, яғни байланыстар туралы мәліметтер, информациялар алуға болады. Яғни дәл сол жылы қыста жәнегі осы хат жазылудың алдында жәнегі Қанғожалар қырғызға черік қылып аттанғандығын айтып отыр. Ал одан кейін Жошығың қадай үйде ерлер. Жошығың қадай үйде едік. Үйде еді деген сөз. Бұл жерде жәнегі Қанғожаваң бопы тайжы, ағадай тайжы дейді. Бұлардың бәрі жәнегі әліппесінің балалары, Қанғожаның інілері. Осы үшеуі бастаған черік қырғызға аттанып келсе, қалғаны жошы мен қадай қандай үйде қалған. Осыны айтып отыр. Қадай інім Құдай тағаланың бұйрығын бұйырып қалды. Қадай інім Құдай тағаланың бұйрығын бұйырып қалды. Енді бұл жерде айтпақшы, қадай інім Алланың жазуымен қайтыс болды дегенді айтып отыр. Чәучақтағы қыбанбанға яқшы яманымызның қадайының қалғанын білдіре ибердік. Чәучектегі қыбанбанға қадайдың қайтыс болғанын, осындай бір қайғылы істі білдіре адам жібердік деп отыр. Қадайының қалғаны Раби Ал-Ақыр айының 8-ші күні, екшембі күні. Енді бұнда айтып отырған жәнегі қадайдың қайтыс болған уақытты қайсы күн дегенде жәнегі Раби Ал-Ақыр ай дейді. Бұл енді қазіргі жыл санауымыз бойынша 2-ші айдың 8-ші күніне тура келеді. Осы күні қайтыс болған екен. Ерге қойылған күні душанбе. Ал жерге қойылған күні, яғни қадай жерлеген күні ертесі дүйсенбіге жерлегенін айтқан. Вайене сөз бүкім қызметлерке Бетік Батыр Жолдыбай Бостанды білдіре ибердік. Ал енді осындай жұмыстарға біз жәнегі Бетік Батыр, Жолдыбай, Бостан деген осы адамдарды сіздерге аттандырдық деп отыр. Бұндағы жәнегі Бетік Батыр, Жолдыбай, Бостан дегендер жошы ауылындағы қызметшілер болса керек. Яғни жошының сенімді адамдары. Осылар жәнегі жошы қатты жазып, осыларға жіберіп, Чәуешекке жібереді. Ва ена
бір ат ебердік, және бір ат жібердік дейді. Анға күрініш алып, қайран қылып еберсінлер. Оған күріш алып, қайрандап жіберсеңдер. Яғни, жәнегі атқа күріш айырбастап, жәнегі жіберген адамдардан беріп жіберсеңдер деп отыр. Біздің ерімізде күрініш жоқ. Қадайының иығыныға. Біздің жерімізде күріш жоқ деп отыр. Және қадайдың жиын деп отыр, ол жиын деп отырған, және қадайдың артын, және өлім-жітім жолын, жөнелту жолындағы жөнелту істерін айтып отырған болса керек. Осыған істететін бізде күріш жоқ деп отыр. Осын айтқан. Біздің жиынымыз күрішсіз болмайдыр. Біздің жәнегі секілді, жәнегі өлім-жітім болса ауылда, осылардың бәрі қандай дегенде күрішсіз болмайды дейді. Яғни жәнегі осындай күріш тамағын істейтін деген осы сөздерден, сөйлемдерден байқаймыз. Аның үшін күріш сұраттық, сол үшін күріш сұраттық дейді. Ал өнің кейін мөрін басқан қолтаңбасын. Яғни жошы Мұхаммед Бахадыр Сұлтан. Бұл жошы Мұхаммед Бахадыр Сұлтан деп отырғаны, және жошының аты, яғни жошының және мөріндегі жазулар. Бұл жалпы осы хатқа байланысты ең маңызды мәліметтер. Жалпы қазірге дейін көргеніміз жәнегі жошының хаты, оның жалпы мазмұндарынан хабардар болдық, қай мақсатта жазғаннан хабардар болдық. Бұл енді бүгінгі лекциямыздағы негізгі мазмұндар. Сау болыңыздар.